Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте қарапайым рулет жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Өте дәмді, бисквиті жұмсақ болатын рулет болады. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дәмі керемет. Бізге бисквит жасау үшін 6 жұмыртқа керек. 100 грамм шекер керек, 50 грамм сұйық май керек. Ванилин керек, ванильный сахар менде. Сосын разрыхтылы керек 5 миллиграмм. Сосын алдын ала електен өткізілген ұн керек 180 грамм. Осылардың бәрін біртіндеп араластыратын боламыз. Ұнға бірінші разрыхтылды қосып араластырып аламын. Жұмыртқаны жақсылап айналдырамыз. Шекерімізді жайлап біртіндеп қосамыз. Осылай аппақ болғанша айналдырамыз. Осылай аппақ болған жұмыртқалы массамызға ванильный сахарымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып, одан сұйық майымызды құямыз. Масса батып бәсейіп қалмау керек. Астынан үстінен қарай айналдырып отырамыз. Ұнды да осылай жайлап салып, астынан үстіне қарай араластырып, жұмыртқалы массамыз отырып қалмау керек. Осылай көпшіп тұру керек. Табамызға пергамент қағазды төсейміз де, тестамызды дайын болған соң құямыз. Маған рулет қылу үшін 4 бірішті бисквит керек, сондықтан табанның көлемімен 1 деп жаям. Негізі тестам көптеу болып тұр, бисквитім қалың болатын сияқты өткені. Объемы көз мөлшеріме қарағанда көп болып тұр. Осылай біргелік қылып жайып аламыз. Бисквит пісті, 180 градуста 15 минутта пісіп шықты. Енді бұған астың жағын төңкеріп үстіне қаратып, Нестликтің какаосын қосып, жылы суға пропитка жасаймын, сонда жұмсақ болады бисквитіміз. Сосын крем жасаймыз. Кремге мен творожный сырға қант қосып бірінші араластырып, жақсы араластырып алған соң сливкиді құйып, 30% сливки менде, соған творожный сырымды салып, екеуін араластырам, сөйтіп крем дайындаймын. Кремді сол пропитка болған бисквиттің үстіне жағып шығам. Қалыңып жаққан жоқпын, жұқап жақтым. Бәрібірде мен рулет қылып ораған кезде қалыңып жақсам, ол сыртынан екі басынан шығып кетуі мүмкін, сондықтан да жұқалап жақтым. Соның өзі дәмді болады, өйткені какаодан пропитка істегенбіз. Какаоның дәмі шығып тұрады. Осылай пальгаға қатты орап, пальганың артық жерін алып тастаймын да пышақпен кесіп. Сөйтіп қалғанын домалақтап орап, холодильникке 1-2 сағатқа салып қойсақ, кейін кескен кезде әдемі болады. Холодильниктен алып, пальганы аштық. Какаоның пропитка істегеннен кейін сырт жағы қоңыр болып көрініп тұр. Енді сахарный пудра, қалағандарын сахарный пудра сепсеңіздер болады. Енді ішін кесіп көрсетемін қазір. Іші мынандай болады. Өте дәмді. Достар, менің осындай өте қарапайым рулетім дайын болды. Егер де менің рулет жасаудағы рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.